Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге керемет жұмсақ творогтан жасалатын пирогты сіздерге көрсетпекшімін. Ол үшін менің видеомның соңына дейін көруіңізді ұсынамын. Біздерге керек зат 50 грамм сұйық май, 5-6 қасық қант және 50 грамм жылы сүт құямыз. 100 грамм жылы су құямыз. 1 шымшым тұз саламыз. 1 шай қасық дрож салып араластырамыз. Үстіне 2 стакан ұн салып қамыр илейміз. Қамыр өте нәзік жұмсақ болу керек. Илеп болған қамырымызды біз көтерілгенше демалдыруға қоямыз. Демалдырған қамырымыз көтерілді. Енді біз пирог жасауға кірісеміз. Осылай домалақ етіп тапамызға жайып шығамыз. Тапамызға осылай форма жасап алдық. Енді біз салмасына кірісеміз. 150 грамм творогқа 5-6 қасық қант салып, үстіне 1 жұмыртқа салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Салмамыз дайын. Формамыздың үстіне осылай салмамызды құямыз. Қасықпен бетін осылай тегістеп аламыз. Ендігі кезек біз пирогымызды сәндеуге кірісеміз. Пирогтың үстіне осылай 20 грамм мүйізді үстіне қойып шықтым. Мүйіздің үстіне біз аз ғана грек жаңғағын осылай себеміз. Біз пирогымызды сәндеп болдық. Міне осындай керемет, әдемі пирог шықты. Енді біз оны пешкеге салып 180-200 градуста пісіріп шығарамыз. Пирогымыз дайын болды. Өте керемет, өте нәзік, тіске басар, тәтті десек те болады. Сондықтан сіздерге осындай кеңес берер едім дайындап көрулеріңізге. Егер де достар біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп лайк басып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын.